берілген фильм. Teams Production. Teams Production ұсынады. Бурак Өзчевит, Фахрия Евжен, Мехмет Өзгүр, Елиф Искендер, Эбру Хилважоғлы, Денис Желелоғлы, Бегім Күтік Башароғлы, Гүнеш Хаят, Хүлия Гүлшен, Елиф Сүмбіл-Серт, Аліптекин Серден Кечти, Аслы Ичөзі, Пынар Чағылар Генштүрк, Эге Көкенли, Сукутлу, Макбулы Куртлиян, Несли Йылмаз, Сахра Верер, Эсра Кылыч, Эрол Айдын Нұржан Шерин, Алия Мутлу, Серкан Белги. Балалар рөлдерінде Мелиса Гизженгиз, Тарык Байрак, Жерен Арслан, Нихир Чағыла Яшар, Батухан Серт, Жерен Апайдын, Фехми Кара Аслан, Ешим Кочак. Бас режиссері Нилюфер Айше Чамур. Бас оператор Вейзель Текшахин. Композитор Айтеки Наташ. Үйлестіруші продюсер Илкай Доған. Авторы Решат Нури Гүнтекин. Сценарийін жазған Севги Йылмаз. Сүрген Times Production. Продюсері Тимур Савджа. Режиссерлер Чаган Ырмак, Доған Үміт Караджа. Бозторғай. Жоқ, келмеді. Осы уақытқа дейін әлі сыртта жүр. Алла, өзің сақтай көр. Жамандық хабар болса тез тарайтын еді. Жақсылыққа жоры. Кемран жоқ жерде маған жақсылық туралы айтпа, әпке. Тынысым тарылып, үстімнен қараспан төніп тұрғандай. Алладан жақсылық тіле. Терең демал. Жүр, бет қолыңды жуайық па? Кемранға ештеңе де болмайды. Айтқаның келсін. Әне, келді. Gördün mü bak? Gördün be, mine. Жүр. Bırakın lan, bırak. Жіберіңдер мені, жіберіңдер. Босат. Кәріске. Тыңда мені, сендер қателесіп тұрсыңдар. Қазы мырза, мен сөйлесуім керек, жібер. Менің кінәм жоқ. Мен ештеңе білдірген жоқпын. Қателесіп тұрсыңдар. Ештеңе істеген жоқпын дедім ғой. Қазы мырза, Қазы мырза. Жаным балам, Аллаға шүкір, аман есен оралдың ғой, әйтеуір. Келдім, апа, келдім. Аман есен, менің уайымдайтын ештеңе жоқ. Қасыңдамын. Фарида, енді қорқатын ештеңе жоқ. Сәлім деген зұлымды Қазы мырзаға апарып табыстадым. Енді ешқайсымыздың мазамызды алмайды. Саған бірдеңе болса қайтер едім. Ана қаны қарайған сені жазым қылса не болар ед? Балам ау. Апа, келдім ғой міне. Buradayım. Маған ештеңе болған жоқ, болды. Бұл әңгімені доғарайық. Шырақ, Алла разы болсын саған.
Үлкен іс тындырдың. Дегенмен бәріміз мың өліп, мың тірілдік қой балам. Саған айтқан жоқпын ба, Сейфеддин мырза? Фариданың үрейі сейіліп, көңілі жай табу үшін қолымнан келгеннің бәрін істейм деген жоқпын ба? Қане жүр. Дәрілерің ішетін уақыт болды. Derslerine bir bakalım. Тамағың қалай? Жақсы. Тек жұтынғанда аздап ауырады. Апама саған жалбыз берсін деп едім. Шайнауың керек еді, айтқан жоқ па? Ұмытып кеткен шығар. Бәріміз сені уайымдап алаңдадық қой. Ал мен сені ойлап уайымдадым. Қане, Кемран жуынып ал. Мен саған сүлгі әкелейін. Босқа шаршама, өзім алам ғой. Оған бола шаршамайым. Қасыңда сүлгіңді ұстап тұрғым келеді. Маған шыныңды айтшы, қызым. Фарида бүгін саған не айтты? Не туралы, тәте? Қызым, көп сөз ғой. Бағана сөйлесіп жаттыңдар. Сөздеріңді құлағым шалып қалды. Өтірік көлгірсіме. Сәлімнің көрсетпегені жоқ, өлсем де ұмытпаспын деді ғой. Не істепті? Сәлім оның абыройына дақ түсіретін бірдеңе істеп пе? Шыныңды айт, қызым, білуіміз керек. Фарида ондай сөзді тіпті аузына далған жоқ, тәте. Әлгі неменің қолында қару болды. Үйімізге баса көктеп кірді. 2 түн қамауда ұстады. 2 түнде не болып не қоймады, мүжген. Өз құлағыма өзім сен алар емеспін, тәте. Атана атанғанда сенетін боласың. Сенбейм дейді ғой, ой, аллай. Мен болсам ел жұрттың бірінші не ойлайтынын айтып тұрмын. Тыңдаш, тәте, ал біз ел жұрттың сөзін елемейікші. Әңгіме бір бой жеткеннің ар намысы жайында болып тұр ғой. Мұндайды сұраған бұлай тұрсын. Тіпті ойлаудың өзі қате. Әсіресе Фарида секілді намысшыл қыз болса. Өтінем, тәте. Бұдан бұлай маған мұндай сұрақтар қоймаңызшы. Ал сүлгім қайда? Ұмытып кетіппін. Кемран, мен сенің орныңда болсам, мен секілді жармес қыздан аулақ жүретін едім. Бұл өзі жұқпалы нәрсе көрінеді. Не жұқса да, сенен жұқсын, жан шуағым. Жүр сыртқа шығып келейік. Осы уақытта ма? Осы уақытта? Қайда барамыз? Кешкі аста дайын болған шығар. Тәтем... Екеуміз бірге болсақ, қайда барғанымызда тұрған не бар? Дұрыс. Қайда кеттіңдер, балам? Таза ауа жұтып қайтамыз, апа. Таза ауасын ес, дастархан дайын. Астарың дәмді болсын. Ой, аллай. Дұрыс істемедік. Қазыға тапсырмай-ақ жазасын өзіміз беруіміз керек еді. Ана сүмелекке әлі тісімді қайрап тұрмын. Жаныма тиіп мырс-мырс күліп кеткенде қаным қайнап тұр.
Kemran Mırza ne istese de oylanıp isteydi. Sen zekildi kızba jarım esemez. Dürüst En istegen. doğrusunu yapmış. Несі дұрыс, әке? Ер жігіт деген қалыңдығына көзінің қиығымен қараған неменің көзін ой болмай ма? Түбіне жету керек қой. Tamam. Kes. Oldu toğar bu beni. Kozgay verme, boldu. Қозғағанмен не пайда? Balık. Балық қолдан сусып кетті. Ұлым, Қазы мырза не депті? Қандай жаза кеседі екен? Еді күлеге жібереді екен. Сол жақта дарғасады. Olacaklarmış. Қызық көруге баратын шығармыз, иә? О, жақсы бопта тиісті жазасын алсын. Сендер мен түсінбейсіңдер. Meni darğasadı qoy. Бұл соншалықты оңай ма екен? Адамды дарғасы соншалықты оңай болғаны ма? Her gelen de aynı şey. Мұнда түскендердің бәрі осыны сұрайды. Соншалықты оңай ма? Kolay. Оңай жігітім, оңай. Адам қапияда да өліп жатады. Ama ben Al мен мұнда өлмеймін. burada Бұл жерден ne kadar şansım еді күлеге барғанша мүмкіндігің бар. Онда барған соң шаруаң бітті. Өлдім дей бер. Sen burada Сен мұнда көп боласың ба? Жоқ. Түнейтін жерім болмаған соң ішімдік ішіп, жанжал шығарам, содан осында алып келеді. Сағат қанша жылы жерде ұйықтап алам. Бері қара. Егер маған көмектессің, сені ақшаға көмем. Қалай сонда? Сені бұл жерден алып қашуым керек пе? Жоқ. Адам ұрлағандарды дарғасады. Оған шаман келмес сенің. Бірақ бұл іс қолынан келетін кісіні білем. Bello platno beliš dušo, se na gore gledaš. Kraj vardaro sediš, mori bello platno beliš. Bello platno beliš dušo, se na gore gledaš. Мені бұлай жаман еретпе, саған бауыр басып қалам. Неге олай дедің? Өмір. Аяқ астынан бірдеңе болып қалса, маған қатысты күмән тудыратын жағдайлар болса, сұрай алмай ыңғайсызданып жүрсең. Фарида, сұрақ демекші, маған бір ой келді. Ертең атастыру рәсімін өткізіп жүзіктерімізді тақсақ қайтеді. Кемран, Атастыру жүзігін айтам. Атастыру рәсімін өткізбейміз бе? ел жұрт секілді сенің де білгін келмей ме? Сәлімнің маған тиіскен тиіспегені. Онда шаруам жоқ. Сенің көңіліңе қайот түсіретін ештеңені білгім келмейді. Маған керек сен ғанасың. Қолдарың, көздерің, болашағымыз. Ол маған тиіскен жоқ. Ант етейін, Кемран. Егер ондай бірдеңе болса, қазір бұл жерде отырмас ем. Жанымды қияр ем. Тыныш. Фарида, бұдан бұлай уайым қайғы болмайды. Сені, мені, бізді бақытты сәттер күтіп тұр.
Жақсылап ұғып алдың ба? Таңертең шыға салысымен әлгі үйге барасың. Бай, жеке жайғама. Өзіңнің ісің байлармен екен ғой. Менің айтқанымды орындасаң, ақшаға қарық боласың. Тыңда, кешігіп қалып жүрме. Сағат 11-де мені бұл жерден алып кететін бол. Сол уақытқа дейін үлгеруі тиіс. Мен айтқаныңды орындаймын ғой. Қалай болғанда да тас белім ауырмайды ғой. Алайда, сенің шыныңды айтып отырғаныңа күмәнім бар. Ақшамды бермей кетпейсің бе? Қорықпа. Шыққан соң көресің. Бұл құмар ойыны. Бірақ өзің айтқандай, жүк тасып белің ауырмайды. Кәнеке, аузыңды аша қой. Қатыстық па, Фарида? Суытайын ба? Кемран, Не? Қарның қатты ашты ма? мен бір бекімге келдім. Фарида, қандай байламға келгенің сұрауға ыңғайсызданып отырмын. Солай ма? Негізінде саған ұнайтын нәрсе болатын, бірақ 12 баламыз болғанын қалайсың ба? жоға, ол емес. Бұл өмірде ең басты байлық отбасы екенін түсіндім. Сен дұрыс айттың. Анадолыға кететін болсақ, ол жақта жүріп бір-бірімізден көз жазып қалуымыз мүмкін. Сондықтан болашақта мұғалім болмайтын шығармын. Бірақ дипломымды алам. Не дейсің? Мұғалім болу сенің басты арманың еді ғой. Меніңше қазір ештеңені кесіп айтпай ақ қойғаным жөн. Сен әуелі дипломыңды ала, содан кейін көре жатармыз. Қане кел, аузыңды аш. Қане. Кел. Тағы да. Тағы. Иә. Біз ертең атастыру рәсімін жасап жүзіктерімізді тағайық деп шештік. Бәрі келді. Бұл жақсы жаңалық екен. Асығатын не бар, балам? Екі аяғымызды бір етікке тығатын болдыңдар ғой. Апа, абыржыма. Біз соншалықта дүркіретіп той жасайық деп отырған жоқпыз ғой. О, не дегенің, олай болмайды. Сен менің жалғыз ұлымсың. Біраз күтіңдер, шыдай тұрыңдар. Sabredin neden? Не болды соншама? Апа, ойыңда қандай күмән бар? Бәрін ұмытшы, өтінем. Жарайды, бәрін ұмытайын. Сендер ол үйде не болған маған айтыңдар, мен де сонда бәрін ұмытайын. Апа, иә, ол үйде жақсы ештеңе болған жоқ. Бірақ сен ойлаған нәрселерде болған жоқ. Солай ма, Фарида? Басима ханым. Жетер. Болды, жетер, апа, жетер. Біз мұнда не айтып отырмыз? Өз құлағыма өзім сен алмай отырмын. Егер осы үйде осындай әңгіме жүрсе, сырттақ елдің не дейтінін Құдай білсін. Мен де соны ойлап абыржып жүрмін ғой, балам. Абыржитын дәнеңе жоқ. Мен Фариданы жерге қаратпайым. Мейлі, өз білгендеріңді істеңдер. Біз өз ойымызды айттық. Ертең сөз байласамыз. Болды. Жүр, Фарида. Sanki Опырмай, Аллай. Апа, Фарида менің сүйікті қызым. Ал сенің сүйікті жиенің, болашақ келінің. Өтінем, елдің сөзіне ер, бөтен ойға берілгенді қойыңдар. Болды. Çevirmeyin. Мен не дедім соншама? Бір нәрсені сұрағанымда күнәма. Ой, Аллай, жарайды, жүзіктерімді тағыңдар. Мен екеуің үшін де қуанам. Жүр, Фарида. Фарида, апамның сөздерін көңілің алмаған шығарсың. Дәл қазір мен тәтемнің көзіне шыққан сүйелдей болып жүрмін, Кемран. Фарида, олай деме, маған ауыр тиеді. Енді солай ғой, Кемран. Апамды білесің ғой. Елдің не ойлап, не айтатыны ғана толғандырады. yavaş. Ақырын. Мүшкен?
Нәжмия. Неге өз беттеріңмен әрекет еттіңдер? Мұның өте қауіпті екенін білесіңдер ме? Қайдан білейін, Кемран? Нәжмия қаламаймын деген соң, анандай жағдай болып жатқан соң ешкімге ештеңе айта алмадық. Жетіскен екенсіңдер. Ол әйел не берді? Суырмада тұр. Фарида, кешірім өтінем. Аға, кешірші мені. Чейни, бөлмемнен қобдишамды алып келші. Я. Мына жерің ауыра ма? Мына жерің ше? Ал мына жерің. Аяғым мұздап барады. Жаңа берген дәрі қанды тоқтатады. Ал екпе ауырғанды басады. Біраз ұйықтайсың. Түсіп қалды ма? Болды ма? Құтылдым ба? Бұл үйдің есігі саған қалай айқар ашық болса, балаңа да дәл солай ашық. Түскен жоқ па сонда? Сонда бұл сәбиден бас тартпақсың ба? Нәжмия, мен оған нағашы аға да, әке де болам. Сен еш қам жеме. Мені бақылап жүрсің бе? Осындай дархан жүректі кеудеңде қалай жасырып жүргенсің? Таңым бар. О не дегеніңіз? Қалыңдығымнан көп нәрсе үйрендім дей алам. Жоқ, Кемран. Жүрегің мен ойлағаннан кең екен. Өзің мен ойлағаннан да мәрт, жомарт екенсің. Кеудемді мақтаныш кернеп тұр. Сені сүйгеніме сондай бақыттымын, білсең ғой. Фарида, маған бір ауыз жыл сөз айтпайсың деп ренжуші едім. Бұл жолы мақтауымды тым асырып жіберді. Кофе ішеміз бе? Кеше түнде де ұйықтаған жоқсың. Кофенің орнына саған сүт жылтып берейін. Сүт бе? Иә. Мен де сен үшін жегім келмейтін тамақтың түр-түрін жегем. Сен де сүт іш. Мейлі шейін. Жақсы, қазір алып келем. Мақұл.
Ойпырмай, қызым-ай. Өзім ыстып беретінем ғой түге. Таста оны. Өзім жылтып алам, Дилбар Кәлпе, рахмет. Мақұл, мен шыныларды дайындайын. Ақ дидарыңды көргеніме қуаныштымын, Бозторғай. Жүсіп. Қалың қалай? Кемран екеуің кәдімгідей шаршадыңдар-ау. Өзің тәуірсің бе? Тәуірмін. Кемран астысыме түсіп қарап жатыр. Тез сауығып келем. Саған қандай көмек керек, Фарида? Күлімсіреп жүрсем болды. Қойшы, одан да маған бір тапсырма бер, Фарида. Бұйрық бер. Emret. О не дегенің, Жүсіп? Мен ойлап қам жеме. Рас айтам, жақсымын. Ала ғой, айналайын. Тоқта, көмектесіп жіберейін. Әуелі мұнан төсейік. Қане. Бұдан бұлай саған жағдай жасау менің міндетім. Басқа қандай міндеттерің бар? Сені бақытты ету. Бақытты ету. Менің алдымдағы жалғыз жауапкершілігің өзіңнің бақытты болғаның, Фарида. Ертең ерекше күн. Өміріміздің жаңа парағын ашамыз. Бәрі бұрынғыдан да керемет болады. Мен солай боларына сенгім келеді. Міндетті түрде солай болады. İnan buna. Міне. Мына аулада. Есік алдында балаларымыз жүгіріп ойнап жүреді. Ал біз осы күндерді есік алып отыратын боламыз. Біздің балаларымыз ба? Çocuklarımız. Иә, біздің балаларымыз әрине. Мен жақсы ана болалар ма екем, Кемран? Қолынан келмейтін сияқты. Бәрін бүлдіретін шығармын. Senden Сен ең керемет ана боласың. Жақсы көрем. Балаларымды қатты жақсы көрем. Бірақ мен дәл сендей сенімді емеспін. Ең бастысы жақсы көру емес қой. Елдің бәрі баласын жақсы көреді. Бірақ жақсы көру жеткіліксіз. Ең бастысы беріліп сүю. Бірақ дәл сенде ешкім беріліп сүйе алмайды, Фарида. Естідіңдер ме? Көрдіңдер ме? Қане тұр, шығасың. çıkıyorsun. Келістік пе? Барасың ба? Айтқаныңдай өмір деген құмар ойна. Бір ойын ойнақ көрелік, не болар екен? Таң қысымың төмендеу. Ойымдама, қазір саған дәрі берем. Таңғастан кейін ішерсің. Бірақ ауыр көтеруші болма. Баспалдақпен шыққанда да абайлап жүр. Çıkarken de Жарай ма? Geç. Алла шипасын берсін. Аға. Апамдарға Ешкім кештен айтқан жоқпын. Әрең көрген қуанышымның шырқын ешкім бұзбасын. рахмет, аға.
Әпке, қатты ұялам. Ағамның, Фариданың адамгершіліктеріне қарап, жерге кірердей болам, қатты қысылам. Шіркін, осылардың көңілдерін табудың бір жолын тапсам ғой. Уақыт емші, Нәжмия. Уақыт бәрін ретке салады. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қан нұрым бір өзіңсің. Қалай қобалжып жүрсің бе? Сен ше? Мен де қатты толқып жүрмін. Жарайды, сенің уақытыңды алмайын. Жұмыстарыңды ретте. Жаз келін. Кемран, мен тойға киетін көйлегімді таба алмадым. Мүжгеннен сұрайық. Мүжген. Фарида той көйлегін таппай жүр екен. Оны тәтем жинап жүрген. Солай ма? Мен үшін сен сұрап берші, Мүжген әпке. Жарайды, әрине сұрайын. Ел жұрт не дер екен, Құдай білет. Ұлымның сағы сынатын болды. Ал қыз абыройдан жұрдай болды. Қойсаң шенді Бәсима. Тәубаңа кел. Құдая өзің мың құбылдың ғой, түсініп болмадық қой. Біресе ананың, біресе мынаның сөзін сөйлейсің. 2 күн бұрын ғана Фариданы келін қып аламын, дүркіретіп той жасаймын деп, аузыңа жұқпай отырғаның қайда? Ол 2 күн бұрын ғой. Ал қазір қыз анадай жағдайға душар болды. Қыз деп отырғаның кім? Фарида, оның есімі бар. Сенің қызыңнан 10 есе артық Фарида. Оған сөзім жоқ. Мені қинайтын елдің сөзі. Бір күні бір жерде біреу бықсытып, Кемранның көзінше Фаридаға бірдеңе деп жүрсе, сенің ұлыңа кім бөгет бола алады сонда, а? Кемран тыныш тұра ма? Бір күні Фаридаға қарап біреу бірдеңе десе, Кемран өрттің ішіне де қойып кетуге дайын. Сүйген қызын қорғайды әрине. Себебі махаббат деген сол. Жақсы күнде елдің бәрі бір-бірін жақсы көреді, Бәсима ханым, сен секілді. Ең бастысы, қиын күнде сүйіп, сүйгеніне пана бола білу. Мен балаларымды да, сүйген жандарымды да қорғай алам. Алайда, мейлі, мен ақ жаман болайын. Алана екеуі осыншама сөзді, сұқтанған көзді көтер алар ма екен? Жауап берші, Сейфеддин мырза. Екеуі бірге болса болды да. Ел жұрт сырттарынан өсектейді. Кемран оған шыдамайды. Сол кезде Кемран Фариданы бақыт ете алар ма екен? Сен кінәлісің, осының бәрі сенің кесірің деп балапанды жазғырмай ма? Жүрегін жараламай ма? Осын ойладың ба? Менің ұлым Фариданың бір тал шашына зиян келтірмейді. Себебі ол бала сүйуді, сүйгеннің қадырын білуді менен үйренген. Қайырлы таң жезде. Иншалла. Қайырлы таң, қызым. Иншалла. Тәте, Фариданың той көйлегін қайда қойып едің? Ана жерде, сандықта. Sen bilirsin. Өзің алып бересің бе, мен ала берейін бе? Өзің ала берші. İnşallah.
Қойшы сол шешеңді. O seni Сені ел жұрттың алдында сөзге қалмасын деп шырпыр боп жүр. Отыр. Ай, Құдай, ай. işte. Ай, Алла. Осы апам мені қорғаштаймын деп Фариданың жүрегін жаралап жүргенін білмейді. Ойпырмай, Кемран-ау, бұл әңгімені мүлде қозғамаш. 40 жыл бойы бір жастыққа бас қойған жұбайымның сырын білмеппін ғой. Bak baba. Әкеңе қарап үлгі ал. 40 жылдан кейін сен де әйелімнің сырын білмеппін деп жүруші болма. Бәрібір ештеңе өзгерте алмайсың, балам. Boş ver. Бізді қойшы. Сендер бір-біріңмен ашық жарқын болыңдар, балам. Бір-біріңнен сыр бүкпеңдер. İşler olmasın. Сен ханымыңды алақаныңда ұстап, O seni оны аяласаң, ол сені төбесіне көтереді. Сен ханымыңды- Ал сен ханымыңды төбеңе көтерсең, ол сені жер көкке сыйғызбайды. Фарида сезімге берік қыз. evlat. Балам, не істесең оны істе. Үйіңе адал наныңды әкелетін бол. Адал жар, жақсы әке бола біл. Шаңырағыңа, отбасыңа адал бол. Bundan böyle. Бұдан бұлайғы мақсатың тек осы болсын. Ha. Жұмыс, İşe кәсіп güce, деп, ailesine, үйің мен жарыңа evine, көңіл бөлмей кетіп жүрме. ihmal etme. Сүйгендеріңнің тамағын тойдырып қана қоймай, рухани жағынан да қолдау көрсетуің керек. Сүйіспеншіліктің, мейірімділіктің, әділдіктің мөлшерін білетін бол. Vallahi benim. Әке, менің дәл осы қасиеттерге бір танысым бар. Апамды бояндырып өзгертіп соған сатсақ па екен, а? Қарай көршей өзін. Әкесін келеке қып отырған несі. Тәтем осы көйлекке шаң қондырмай талай жыл сақтап еді. Енді мына түрін қараш. Бір білгені бар шығар. Ол енді анық. Жоқ, үндемей қояйын деп өз-өзімді әрең ұстап жүрмін. Бірақ мұнысы шектен шығып кетті, Фарида. Мән берме. Тәтем ғой. Кемранды қорғаштаған түрі. Оны жақсы түсінем. Ана емес пе? İşte. Сен де оның қолында өстің. Сен де оның қызы болып саналасың. Әттең азда болса әділ болса ғой. Перзенттің орны бөлек қоймыш ген әпке. Мен оған өзінің туған перзентіндей бола алам ба? Bir olur muyum? Әрине, соларды бірінші орынға қояды. Bunun için Бұған бола ешкімді кінәламаймын. Мен өз орнымды білем. Тәтемнің сөзімен айтқанда, саусақ пен тырнақ секілдіміз. Ал мен тырнақпын. benim Өскен сайын алып тастай беретін тырнақпын. kesilip atılan Қалай болам? Бәрібір. işte. Жарайды. Жағдай осы. Тыныштық па жерлес? Жүсіп сенбісің? Иә. Жүсіп менмін, мен. Қайтайын деп ең? Тыныштық па, ағасы? Жүсіп! Әзір шаштар аз келеді. Әкеңдер тіксен де кел. Жүсіп мырзанау екен ғой. Саған біреудің сәлемін әкеп тұрмын, Жүсіп мырза. Кімсің? Жүрген бір бейбақпын, қайтайын деп ең? Саған сәлімнің сәлемін әкелдім. Кеше оған пышақ кезегенсің бе, сондай бірден айтты. Кемранның артына тығылып әкіреңді оңай әрине. Мақты болсаң өз келсін. Көрейін әуселесін деді. Малғұн! Жүсіп! Жүр кеттік. Бір шаруам бар, қазір келем. Өй, сен не істедің?
Қайда жүрсің, Мінәуар? Аштан өлейін дедім ғой. Базарда Басима ханымның атқошысын көрдім. Шаштаразды алып кетуге келіпті. Кемранның шашы басына көңіл бөлмей кетіп ем дұрыс болыпты. Бүгін кешке Бозторға екеуінің атастыру рәсімі болады екен. Соған дайындалып жатыр. Солай ма? Қызыл көйлегімді үтіктеп дайында. Мен де іске кірісейін, дайындалып үлгеруім керек. Сені ол үйге кіргізе қояр ма екен, ханым? Үйге кіргізбеген емес. Төрге шығарып күтетін болады. Жібер қане. Жібер деймін. Нең бар сенің, кетір? Мақұрыс! Анау қашты, ұстаңдар! Алтыншы бөлімнің соңы. 2017 жыл.